Қайырлы күн достар. Бүгінгі тақырыпта машинаға қалай дворник салған дұрыс екен мен сіздерге көрсететін боламын. Оның себебі менен көп адамдар базарда жүргенде сұрайтын, машинаға дворник салып беріңізші деп. Сол себептен бүгін машинаға қалай дворник салғаны дұрыс, және де жаз мезгілінде қандай дворник алғаны дұрыс екен айтатын боламыз. Кеттік. Міне біз қазір дворникті қалай салатынын көрсетеміз. Оның алдында жазда қандай дворник алған дұрыс. Бірінші дворниктің түрлері гелевый болады, одан кейін пластмассовый болады, темір болады және сырты қапталған резиновый болады. Ол дворниктердің жазда алмағаны не себептен дұрыс емес. Өйткені гелевый дворник салғанда ортасында мынандай темір жоқ. Темір дворниктерінде жатқызатын мынандай темірі жоқ. Темір дворниктерді қарасаңыз әр жерінде орналасқан темір бар. Сол себептен темір дворник лавойға жатқанда до конца жатады. Ал гелевый дворниктер уақыт өте келе екі шеті жатады да ортасы сүртпей қалады. Сол себептен көп машиналардың ортасы айғыз болып қалатын сол себептен. Сіздердің естеріңізде болсын, жазда көбінесе темір дворник алған дұрыс, өте тиімді темір дворник. Енді мен сіздерге көрсетейін қалай салу керегін. Олай болса, кеттік. Біріншіден дворникті ұстап алыңыздар. Мынау кейбір жағдайда осы дворник қолыңыздан байқамай кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін дворникті ұстап, содан кейін барып, мына крючокты төмен қарай түсіресіздер. Крючокты мына ортасына пластмасс болады соларды. Сәл төмен қарай түсірген кезде бас жағы төмен түсіп, төмен жағы жоғары қарай көтеріледі. Одан кейін аламыз да мына жанынан қоямыз былайына мына асты жағына қарай қаратамыз. Сол кезде мынау пластмасс темірдің крючоктың тура ортасына кіреді. Кіргеннен кейін төбеге қарай қатты батырамыз. Батырдық. Сол кезде өзі ұстап қалады. Дворникті қайтып орнына келтірсек, сосын салған кезде бұл енді шығып кетпейтін болады. Міне достар, осылай салатын боламыз. Мен каналыма ұнаса жазылып алыңыздар, және де осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Өз ойларыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Келесі видеода көздескенше достар.